22-ші маршрут КВН командасы. Маршрут. Кешар ханымдар мен мырзалар! Сіздердің алдарыңызда саясаттан хабар болмаса да, әйтеуір бірді айтып қоятын 22-ші маршрут КВН командасы. Нұрым, сендер КВН командадың. Біздер Қазақстан КВН одағында КВНді қазақша аудап жатыр. Мысалы, КВН Жайдарман, КВН команда Жайдарман тобы. Бірақ та жайдарманшылардың арасында аударылмай алған сөздер әлі көп. Мысалы, тапер, реквизит, массовка, затравщик. Дәулет, сен қателесесің. Сен жаңағы айтып өткен сөздеріңнің де аудармалары бар ғой. Ал ендеше тапер қалай? Балта. Кім балта? Тапер балта. Реквизит, Мамасы жылатып әрең алған заттар. массовка, Отырғыш таситын балалар. затравщик, Самат? самат. Кім ол? Достар, біздің топтың 22-ші маршрут атауы сүйін көбі білмейді. Заманбек айтып берсін. 9 мен 9-ның қосындысы 22-ге тең емес пе? Айналайын балам, дұрыс айтасың. Қазақта жақсы сөз бар ғой, аузы қисық болса да директордың баласы сөйлесін деген. Нұрым, 390 бітті ғой айта берші. Сендер 9 мен 9 қоса алмайсың ба? Бар кет. Нұрым? 490 бар ғой? Айналайын, директордың баласы берген. Ал енді әзілдерге кезек берсек. Бірінші көретін әзілдеріңіз бас жуып болғаннан кейін әр жігіттің басында болатын оқиға. Барлығымызға белгілі, қыздар бірдей болса да әдемі киінеді. Сонымен көреміз қыздардың әңгімесі. Қыздар, базарға барып киіп қайтпадық па? Күшті киімдер келіп жатыр дейді. Жүрді қыздар. Жоқ, қыздар, біз базарға барып киінбейміз, біз атырымнан киінеміз да. Жүрді қыздар, атырымнан барып киінеміз. Одан да базарға барайықшы. Қыздар, мен де күтсейші. Ал енді жаңалықтарға кезек берсек. Бірінші жаңалық. Аузында брекеті бар кісілер найзағайыңды күлмейді екен. Екінші жаңалық. Қазіргі кезде ауылда мынандай қарғыстар хит болып жатыр екен. Сен ананы қарап жатқанда светі өшіп қаласың. Үшінші жаңалық. Құласаң нардан құла дегенді естіген бір каскадер ағамыз өзіне түйе сатып алыпты. Төртінші жаңалық. Өзбек балабақшасының күн тәртібі. 10-нан 12-ге дейін стройка, 1-ден 2-ге дейін обед, 3-тен 5-ге дейін шпаклевка. Алтыншы жаңалық. 4 түліктің 3-ші жылқы. Көреміз жазды күні қасқыр орманда. Ана қоян бар емес пе? Сол сурет сап кететін болып жүр ғой. Келсін кеше ұсталып, жоқ бұлан екі жаққа қайып жаман ұрдың кәдімгі ғой. Кім саған тиіскен, кім? Ана қасқыр тиіскен маған. Қазір жан шарақ. Ассаламағалейкум айоға. Сен бәрін құдаша қоянға тиісіп жүрген? Айу, сен құдаша енген білген жоқ му? Сен құдашан болса тиіспен ғой, мен сені сыйлаймын ғой. Жүр шартқа сөйлесіп қайтайық. Дәл осы жағдай қысты күні. Қоян берген. Ассаламағалейкум. Сен ана құдаң аю бар емес пе? Сол шақырыс бар, шақырыс келмейді осыған, не екен білесің ба? Білмеймін. Оны бана бір сояқтатсан болды, осыдан жазда бір тұрады. Опа! Келесі көретін әзілдеріңіз есі дұрыс емес екі жігіттің әңгімесі. Алайсың. Жақсы. Нема сен кеше алдында қызым кетіп жатыр, мені көрмейсің ғой? Жүріп. Қашаннан бері жүрсің? Бір ай болды. Кішкене таныстырмадың ба? Ол кетті ғой. Қайда кетті? Үйіне. Дос, нема?
спортпен айналысып жүрсің бе не? Я күреспен айналысып жүрмін. Қандай күреспен? Лақтыратын. Дос кеше не болды? Достар, сіздер ойлап отырған шығарсыздар, неге бұл әзіл аяқсыз қалды деп. Құрметті көрермендер, Қазақстанда аяқсыз қалған нәрселер көп. Сіздермен болған жаңа форм мен жаңа құрама 23 маршрутта кездескенше.